Егер даусыңыз жоғары болатын болса, сіздің даусыңызды қалыпқа келтіретін 1-2 тапсырма берейін. Күнделікті осы жаттығуды жасай отыра, сіз даусыңызды қалпына келтіруге бір қадам жақындайсыз. Ең әуелі диафрагмаға ауа аламыз, сосын шығарған уақытта бұл келісім жаттығуы деп аталады. Диафрагмаға алған ауаңызды дәл осы дыбысын айтып болғанша шығаруыңыз қажет. Ұзағырақ болса да болады. Дәл осы жаттығуды жасайтын болсаңыз, сіздің даусыңыз анығырақ, мысты және өзіңіздің табиғи даусыңыз қалыптасады. Парақшам пайдалы болса, тіркеліп, достарыңызбен міндетті түрде бөлісе отырыңыздар.